Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында қазан кебап дайындайтын боламыз. Картошкаларымызды алдын ала жуып, тазалап аламыз. Картошкамыздың екі шетінде қызартып қуырып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін. Маған тіркеле кетіңіздер. Рецептім ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Картошкамыздың екі шетін жақсылап қуырып алғаннан кейін қызартып, енді қызып тұрған майымызға етімізді салып, етіміздің де екі шетін жақсылап қуырып аламыз, қызартырып. Толық рецепті описание бөлімінде қалдыратын боламын, сол жерден көре аласыздар. Енді қуырып болғаннан кейін қақпағын жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Оған дейін керек заттарымызды турап дайындап аламыз. Қызанағымызды, болгар бұрышыны, пиязымызды, сарымсақ. Көріп тұрғандарда картошкамыз қып-қызыл болып қуырылған. Етіміз қуырып болғаннан кейін дайындап қойған заттарымызды саламыз. Қалауларыңызға байланысты дәмдеуіштер қосыңыздар. Мен паприка мен қара бұрыш, қызыл бұрыш қостым. Енді жарты сағатқа қақпағын жауып қалдыратын боламыз. Жарты сағаттан кейін картошкаларымызды теріп шығамыз. Теріп болғаннан кейін тағы да жарты сағатқа қақпағын жауып қалдырамыз. Газды бәсеңдетіп қойыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай пісті. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сочный болып. Мен сәндеп шықтым. Қияр мен қызанақтан. Егер рецептім ұнаған болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет.